Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін бізде қазақ тілі пәні бойынша 3 сыныптың 71 сабағын өтеміз. Тақырыбы негізгі және туынды зат есім. 21 тапсырма бойынша мәтінді тыңда. Ананың асыл арманы. Баяғы заманда жұпыны ғана үйде бір әйел 3 ұлымен тұрыпты. Әйел өте шебер кісі екен. Ол үнемі торқа орамалды жібекпен кестелеп күнелтіпті. Бір күні әйел өзі кестелеген орамалдарын базарға сатуға апарады. Орамалдарын сатып болған соң дүкен аралайды. Бір дүкеннен сондай әдемі сурет көреді. Суретте жеміс ағашының ішіндегі әдемі үй, айналасындағы көгал, оны қақ жарып аққан су, бақта сайраған бұлбұл бейнеленіпті. Әлгі әдемі суретті сатып алады. Әйел үйге келген соң суретті балаларына көрсетеді. Сурет ұлдарына да қатты ұнайды. Шеше, осындай үйде мен де тұрар ма екем дейді. Кіші ұлы Сырбай, егер сіз осы суретті орамалға дәл өзіңіздей етіп кестелесеңіз, сол суреттегі өмірдің ішінде өзіңізде тұрғандай болар едіңіз деді. Бұл да дұрыс екен, осылай етіп бір көрейінші дейді де әйел кестелеуге кіріседі. Ана 3 жыл кестелеген орамалын сыртқа алып шығып балаларын қасына шақырады. Орамалда ғажайып суретке 3 ұлы да таң-тамаша қалады. Не деген керемет кесте, ғажайып сурет қой. Осындай да шеберлік болады екен-ау деп таңданыпты олар. Мәтін мазмұны бойынша сұрақ қойып жауап бер. Мәтін бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақты жалғастырып көр. Әйел барлық ақшасына әдемі суретті сатып алу себебі неде деп ойлайсың? Себебі сурет әдемі болғаннан кейін. Әйел ананың орнында болсаң сен не істер едің? Мен де суретті сатып алар едім. Кіші ұлы Сарбайдың айтқан кеңесіне қосылар ма едің? Иә, анасының өнерін балалар қалай қабылдады? Өте керемет қабылдады. Әйел нені кестелеп күнелтіпті? Торқа орамалды жібекпен кестелеп күнелтіпті. Әйел орамалын қайда сатуға апарды? Базарға сатуға апарды. Келесі тапсырма. Сөздерді салыстырып оқы. Олардың әрқайсысына сұрақ қой. Айырмашылығын байқа. Өнер, өнерпаз. Өнер не деген сұраққа жауап береді? Өнерпаз кім? Өнер түбір, паз жұрнақ. Шебер, шеберлік. Шебер кім? Шеберлік не? Шебер түбірлік жалғау. Сурет, суретші. Сурет не? Суретші кім? Сурет түбір, ші жұрнақ. Сый, сыйлық. Сый не? Сыйлық не? Сый түбірлік жұрнақ. Зат есім негізгі және туынды болып бөлінеді. Негізгі түбірден болған зат есімді негізгі зат есім дейді. Мысалы, ана, бала, кесте, көз. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған зат есімді туынды зат есім дейді. Іскер, суретші, оқулық. 22. Мақалдың қатесін түзеп көшіріп жаз. Өлеңшінің қол алтын, өнерлінің сөз алтын. Туынды зат есімдер тауып сөз құрамына талда. Өлеңшінің сөз алтын, өнерлінің қол алтын. Дұрыс жауабы. Өлеңшінің, өнерлінің түбір жұрнақ жалғау. 23 тапсырма. Өлеңді оқы. Күн тоқыған кілем. Күн кілем тоқиды, нұрмен тоқиды, гүлмен тоқиды. Ол асыл зер кілем, жалпақ кең кілем, жерге тең кілем. Мұзафар Әлімбай. Осы өлең бойынша тапсырма. Қалай ойлайсың? Күн кілем тоқи ала ма? Өлеңнің алғашқы шумағында неліктен солай айтылған? Топта талқыла. Өлеңдегі қай сөзге ши жұрнақтарын жалғау арқылы туынды зат есімдер жасауға болады? Күн кілем тоқи алмайды. Күн нұрын шашқанда жер беті жарқырап кетеді. Кілемнің бетіне түскен өрнектей әдемі көрініске ие болады. Кілем, кілемше, кілемші. Осымен сабақ аяқталды балалар. Сау болыңдар.